Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дастарханның сәні болатын, үлкен кісілер сүйіп жейтін хворс және чак-чак дайындайтын боламыз. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстінен құмшекерімізді және шым-шым тұзымызды қосып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Кейін ұнымызды саламыз. Және бір шай қасық қопсытқышымызды салып, бастапқыда қасықпен араластырамыз, кейін қолымызбен орташа жұмсақтықтағы қамыр илейміз. Осы бір қамырдан хворс және чак-чак жасайтын боламыз. Егер де сіздер хворс немесе чак-чактың біреуін ғана жасайтын болсаңыздар, 2 жұмыртқаға илеуге болады. Және де қопсытқыштың орнына ас содасын қолдануға болады, бірақ бір қасық емес, қасықтың ұшымен ғана қосасыздар ас содасын. Міне осындай қолға жабыспайтын орташа жұмсақтықтағы қамыр болуы қажет. Енді осыны салфан қалташасына салып, ең қандыруға қойып қоямыз. 15-20 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, илеп, 2 бөлікке бөліп күлшелейміз. Бір күлшесін салфан қалташасына салып қойып қоямыз, ал екіншісін жаюға кірісетін боламыз. Бастапқыда осылай қолымызбен басып, жұқартып аламыз. Кейін оқтаумен әдемілеп жұп-жұқа етіп жайып алатын боламыз. Құрметті менің оқырмандарым, қазақша контентті каналдың дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп, видеоларға лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Және де алдағы шығатын кереметтей рецептерді жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Қамырымыздың жайылып бітуіне аз қалған уақытта ұн салмай жаюға тырысыңыздар. Егер ұны көп болып кететін болса, біздің майымыз тез күйіп кететін болады. Енді осы жайып алған қамырымызды видеода көрсетілгендей ұзыншалап кесіп шығамыз. Осылардың ортасынан бөліп шығатын боламыз. Міне осындай жұқалықтағы қамыр болу қажет. Екінші күлшені де дәл солай жұқалап жайып аламыз. Енді бұл күлшеден біз чак-чак жасайтын болғандықтан, бұны 4 бұрышты майда бөліктерге кесеміз. Қамырларды майға салған кезде үлкейетін болады, сондықтан майдарақ қылып кескен дұрыс. Міне осылайша барлық қамырымызды кесіп дайындап аламыз. Енді қызған майда кезек-кезек пісіріп аламыз. Майымызды қыздырамыз. Майымыз қатты қызып кетпеуі қажет. Және де отты бәсеңдетіп, орташа отта осылай қатты қызартпай, орай отыра пісіріп алатын боламыз. Осындай үлкен наборлар болады ғой, кухонный набордың, соның үлкен вилкасымен осылай орап аламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Бастапқыда енді кішкене қиындау болуы мүмкін, одан кейін қолыңыз үйреніп кетеді. Қазір тағы да көрсетіп жіберейін, сіздерге барынша түсінікті болсын деп осылай көрсетіп жатырмын. Бастысы майларыңыз қатты қызып кетпеу керек. Егер майларыңыз қатты қызып кететін болса, мыналарыңыз күйіп, жанып, өздеріңіз сасқалақтап дұрыс оралмай қалуы мүмкін. Сондықтан май қатты қызбаған орташа отта пісіресіздер. Енді осы майымызда чак-чактарымызды пісіріп аламыз. Қолымызбен уыстап, қатты көп салмай, араластыра отыра осылай пісіріп аламыз. Тез-тез пісетін болады және көлемі піскен кезде осылай үлкейеді. Осы ретпен барлық чак-чактарымызды пісіріп аламыз.
мінекей осылай пісіп шығатын болады. Үгітілмелі, өте дәмді. Міндетті түрде де жасап көріңіздер, және де осы чак-чактарды тарелкаларға салып, үстіне сгущенка құйып ұсынасыздар. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Ас болсын, сіздермен болған Ақбота.